Менің ақшамды тартып алмас бұрын өз уақытында жұмсап алғаным үшін қуаныштымын. Егер мен ақшамды қажетіме жаратпай жинақтап жатқан кезімде тартып алғанда, мен ақшадан ғана емес, бүкіл мүмкіндіктерден айырылушы едім. Ал қазір бұны мен рахаттана еске аламын. Себебі байлықты қолмен ұстап дәмін татып көрдім. Оның қандай екенін білемін. Иә, миллиардтаған ақшамнан айырылып қалдым, бірақ олар менің шынайы байлығымды тартып ала алмады. Сіздерге қалай саудаласудың қажеті жоқ жайлы сабақ болатын оқиға айтқым келеді. Өте жақсы бір оқиға. Нұржан Субханбердинді бәріңіз білетін шығарсыздар. Білмейтіндерге, ол Казкоммерцбанктың өркендеп тұрған кезіндегі акционері, досым. Оқиға оның Шымбұлақтағы үйін сатуға қойғаннан басталды. Оның үйі керемет жерде орналасқан. Есік алдында балалар алаңы, мейрамханалар да бар, өте жақсы жерде. Міне сол үйін ол $2 миллион деп бағалап сатуға шығарған. Ол кезде тау бөктеріндегі үйлер шамамен $600 мың, $800 мың тұратын. Ал ол $2 миллион деп баға қойған. Оған барып, Нұржан, үйіңді маған сатшы деді. Ол бағасын білесің бе деп жауап берді. $2 миллион сатып алуға дайын екенімді көріп, бұл нарықтық бағадан жоғары ғой, шынымен алғың келе ме? Деп таңданысын жасырмады. Алғым келіп оқталып тұрғанымды көріп, қол алысып келісім жасастық. Жексенбі болғандықтан құжаттарды рәсімдеуді дүйсенбіге қалдырдық. Сол күні барлық құжаттарды реттестіріп, техникалық жағын кеңестік те, қол беріп келісім жасаған соң, шай ішіп біраз әңгімелестік. Әңгіме барысында ол тағы да, иә, бәрін реттедік, енді үй сенікі. Қол алысып келістік. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені демекші, нағыз джентльмен біз ғой. Уәденің аты уәде. Сөзімді кері алмаймын, бірақ әлі де осындай бағаға сатып алғаныңды миым қортпай отыр деді. Оған мен: Нұржан, қара, мен миллиардермін, менің ақшам көп. Бірақ менің балаларым өскенде шотымдағы 9 таңбалы сандармен оларды таңғалдыра аламын ба? Оларға менің шотымдағы сома қызық болмасы анық. Олар тек өздерінің балалық шағын естерінде қалдырады. Ал енді елестетіп көрші. Кеш, ымырт қыста, есік алдында қарға домалап қызығына батқан балаларды үйге кіргізе алмай, әлек болып, қылтимадан әйелімнің «Үйге кіріңдер, тамақ ішеміз. Кімге айттым, тез үйге кіріңдер» деп шақыруы, биті алмадай, мұрындарынан су аққанша ойнаған балалардың топырлап үйге кіруі, бас киімдері бір жақта, аяқ киімі бір жақта, олардың жүзіндегі бақат, шамның сығырайған жарығымен кешкі асқа отыруымыз. Қандай керемет көрініс. Олар өскенде шотымдағы миллиардтар бола ма, болмай ма белгісіз. Бірақ олар өмір бойына осы көріністі жүрегімде сақтары анық. Бұл олардың көз алдарында бақытты балалықтарының суреті болып қалары сөзсіз. Мен өмірден өтсем де, олар өздерінің балалығы жайлы ыстық естеліктерін айтып отырады. Сырғанақтан сырғанап, ала кешке дейін асырсап ойнағанын, анамыз үйге кіргізе алмайтын еді деп еске алып жүреді. Нұржан мені тыңдап отырды да: «Тыңдаш, менің бір емес 8 балам бар ғой. Мен айнып қалдым. Үйімді сатпаймын» деп кесіп айтты. «Біздің қол алысқан келісіміміз қайда? Уәдеден таймаймын, соңғы сөзім деп айтып едің ғой». Дегеніме ол: «Ренжісең де ренжімесең де 8 баламның балалығын ұрлай алмаймын» деген жауап айтты. Мен де келісімді алға тартып қояр емеспін. Ол болса: «Қажет десең үстіне ақша қосып беремін, бірақ сатпаймын» деді. Осылайша ол үйді сатудан бас тартты. Бұл оқиғаның мәні неде дейсіз ғой? Мәні біріншіден ақша байлық емес. Ақша тек байлыққа жұмсауға болатын потенциалдық мүмкіндік. Яғни өз рахатыңызға, жарқын естеліктерге, эмоция алу үшін жұмсай алатын қағаз. Ал байлық әлгі қылтимадан күні бойы қармен домалап ойнаған балаларын үйге шақыратын ананың дауысы, отбасылық кешкі ас, жайлылық. Ал бұған жетуге ақша көмектеседі, бірақ ақша өздігінен ол жайлылықты туғыза алмайды. Бұл осы оқиғадан бірінші түйір ойымыз. Екіншісі, не сатам десеңіз де, сол затқа қатысты оқиғаны сатыңыз. Себебі заттың өзінен гөрі оның тарихы құнды. Мысалы, мен скандинавиялық таяқшалармен жиі жүремін. Олар шамамен $200 тұрады. Егер мені оны аукционға ұсталған болса да шығарсам, сіз оны $250 алуыңыз мүмкін. Ал егерде мен бұл таяқшалармен бастапқы Эверест лагеріне дейін көтерілгенімді, қандай қиындықтарға тап болғанымды, құлай жаздағанымда осы таяқшалар менің өмірімді құтқарып қалғанын айтатын болсам, бұл таяқшалар үшін сіз ең кемі дегенде $1000 ұсынатыныңызға сенімдімін. Себебі бұл тарих. Байқасаңыздар, неге қарапайым Стив Джобстың майкасы, не болмаса оның пайдаланған заттары қымбат тұрады? Негізінде ол зат қымбат емес,
ол заттың тарихы қымбат. Тағы да айтамын, әр затты құнды әр қымбат қылатын ол заттың тарихы. Неге? Себебі тек ол затқа қатысты оқиғалар ғана біздің көңіл күйімізді қозғап, эмоция сыйлай алады. Сол эмоция арқылы біз сол затты сатып аламыз. Яғни біз сол эмоцияны сатып алғымыз келеді. Менің үй алғым келген сәтсіз саудам сіздерге мынаны көрсетеді. Мен одан сатып алдым да жоғарыдағы оқиға желісін баяндай отырып, оған кері сатып жібердім. Өз уәдесінен, өз сөзінен тайып кететіндей қылып саттым. Әрі менің келісімнен бас тартуым үшін, өз абыройын сақтап қалу үшін ол маған үстіме ақы төлеуге дайын болды. Міне оқиғаның күші қандай. Сондықтан да сіз біреуге бір нәрсе сатарда міндетті түрде оның тарихын айтыңыз. Storytelling өте маңызды. Тағы бір маңызды жайт, бұл шешендік өнерге де қатысты бір лайфхак. Аудитория алдына шыққанда қандайды бір сандарды айтып миын ашытпаңыз. Ең ұтымды сахнадағы тәсіл сөзбен сурет салу. Яғни құр сөзбен емес, суретті сөйлеткендей болуыңыз керек. Мысалы, дәл қазір әңгіменің басында елестетіңізші, кеш, ымырт, балалар топырлап үйге кіруде, бас киімдер бір жақта, аяқ киімі бір жақта деп айтқанымда, көз алдыңызға балалардың әрекеттері келді ғой. Бірақ бұл оқиғаның мәніне түк қатысы жоқ еді. Балалардың не қатысы бар? Мұрындарынан аққан суды неге айтты? Бас киімі ше деп ойлап отырған шығарсыз. Сығырайған жарық ше? Кешкі астың қатысы не? Мен сіздерге жай ғана сөзбен сурет салып отырмын. Дәл Нұржанның ойына сурет салып бергенімдей, сондықтан аудиторияға сөз сөйлесеңіз, не болмаса бір нәрсе сатсаңыз да сөзбен сурет салыңыз. Аудиторияға сөз сөйлеуде сауда. Себебі сіз өз жиған терген біліміңіз, ойыңыз, идеяларыңызды сатасыз. Маған көптеген адамдар кеңес алуға келеді. Эверест, прыжокқа келген 35-40 адамдардан байқағаным, менің сөздерімнің ішінде ең есте қалғаны не деген сұрауыма бәрі бір ауыздан оқиғалар деді. Ешкім мен айтқан ережелерді, ақпараттың құрылымын, алгоритмдерді есте сақтамағанда. Бірінші пункт, екінші пункт, ереже анадай, алгоритм мынадай деген сөздер аудиторияға өтпейді. Адамдар оны есте сақтамайды. Олар оқиғаларды жадына түйеді. Мен қалай сөздікті байлап, ағылшын тілін үйренгенімді, ұялы байланыс компаниясын қалай сатқанымда, қалай менен барлық активтерді тартып алғанын, сол сияқты менің бастан кешірген оқиғаларым ғана адамдардың есінде қалған. Өйткені адамның санасы оқиғаны оңай есте сақтай алатындай құрылған. Сондықтан бір нәрсе сатсаңыз, аудиторияға сөйлесеңіз, есте қалғыңыз келсе, сүйсініп тыңдағанын қаласаңыз, өз оқиғаңызды баяндаңыз.